конвой алып кетті. Алып келмейді ғой солар, конвой алып келмей тұр ғой. Жоқ, бір-бірден аға. Шығарамыз, кіргіземіз, жақсы? Қалғаннан үшін ар жаққа қарай барып тартып деп. Асқар мырза, жалпы анау сотталып отырғандардың ішінде өздері мойындағандары бар ма? Сіз қатысып жүрсіз ғой процеске? Мойындаған жоқ. Бізге содан кейін кінәсін мойындайтындай тергеуде болған жоқ. Тергеушіні көрген жоқпыз. Мүлдем тергеу жүрген жоқ па? Вообще түрінде білмеймін. Әділетсіз сот болды. Өйткені жалауырды деген үшін еш мемлекетте ешкім соттаған емес. Бізді соттап отыр. Бұл енді жаңа Қытайдың нотасын екетпей істеп отырғандар. Қытайдың нотасы туралы айтылды ма? Жалпы сот процесінің үстінде? Сот процесінің үстінде бұл айтылған жоқ. Бірақ та жаңағы бізге тергеу бітіп, тергеудің қағазын берді ғой. Сол қағазбен танысқан кезде бізде сол жерде Қытайдың нотасы қосылған. Көрдіңіз. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы бекер осы іс-шараға қатысқан екенмін деген сізде сондай бар ма? Ой өзіңізде өкініш сияқты. Әділетсіздік жасалып жатқан айтқаным үшін мен өкінбеймін. Менікі тура. Өйткені бұл әділ Қазақстан дегеніміз керісінше әділетсіз Қазақстан болып кетті. Соның әділетсіздігін біз қолдан келгенше соны ашсақ деп тырыстық. Мінекей ашылды беті. Әділетсіздікті беті ашылды. Мені Қытайдың, біздің билік Қытайдың нотасы менен біздің қазақты, өзіміздің қазақты соттап отыр. Негізі мен өкінбеймін істеген тірлігіне. Және де бұлардың жазалағаны тым үлкен жазамен жазалады бізді. Бізге еще жаңағы шектеу бір, содан кейін бізге әлеуметтік желіден тағы тиді. 3 жылға жер, содан кейін осы соттың шыққан жаңағы қаржысы деп, расходы деп бізге 78 мыңнан тағы да штрафымыз бар. Оны берді. Сонымен кешкі сағат 10-нан ертеңгі сағат 8-ге жері үйден шықпауымызды тағы да шектеу бергенімен қосып. Бұның бәрі біз үшін ауыр жаза. Ондай қылмыс жасаған жоқпыз біз. Қазір Максия, дайын болыңыз бе? Сіздің жолдасыңызды қазір шығарады ғой, Иә, Аллаға қаласа. Нұргелдінің болашақ дереш? Болашақ дерсі ғой енді. Жары. Сол шығарманы ғой кетті. Нұрсапа Нұргелдінің. Балаңызды алып шықпадыңыз ғой, не дейді? Сағат береміз дейді. Қанша уақыт күтті? 1-2 сағат күттік бұр. Енді айтамыз бұл өкіметтің әділетсіздігі. Балам тек қана еріп сөйлеуге барған, ұқпай құлағы керең. Және жаза беріп отыр. Өкімет осындай істесе бола ма? Халықты ойламай ма? Қытай үшін тек осындай әділетсіздік қой мынау. Не деген сұмдық қой. Жоғары дәрежелі өкіметке арызданамыз. Жаза беретін түкті қылмыс емес, бұл қылмысқа жатпайды. Мақсат істеген жоқ, тек қана еріп барып еді, мінекей осындай шара көрді. Осы өкіметтің әділеттігі ма? Қазақстан өзіміздің шаңырағымыз, еліміз, жұртымыз деп келгенбіз. Қытай тастап. Келгенде Қазақстан бізге ған опысы осы ма? 80-ге енді қыстай 8-9 рет келдік, қыстай ит көрмеген көрдік. Кемпір шал, өлеріміздің шағымызда біздің. Мынандай күн көрсетті. Ішіміз қайыпшылайды. Тоқаев пенен Назарбаевқа. Деп айтқанда айта берсек сөз көп. Тез арада мына осы мәселені бір тарап қылсын. Халық обал қылмасын. Халық керек. Мемлекет халықпен мемлекет болады. Орынсыз соттай берсе, орынсыз жазалай берсе, осы халық па, осы
ел болам, осында халық болам, осы мемлекет бола ма? Қытайдың бір жапырақ жүпірегін өртеді деп жазықсыз соттап жатыр. Орал қарау әлі жылап жүрсің ғой. Балам өзің таныспашы. Енді кімге отырыйттың бала? Әділетсіздікке кімнің жаны Қайтемін күйземекейсің, бәріміздің жанымыз күйзелді. Амал Бұл деген жоқ, амал барып жоқ, тұрған амал әділетсіздік. әділетсіздік қой, амал жоқ. Өздері заңды белшесінен Өздері белшесінен басып маған отыр, қай күні емес па? прокурорге айтқан, сендер дейді мына Қытай мен қазақтың екі ортасына бірігіп жасап отыр бұл жұмысты деп айтқасыңдар дейді. Ол дәлелденбеген дейді. Әлі үкім шыққан жоқ дейді. Дәлелі осы ғой міне. Сонда бәрі өз көзқарасын ғана білдірді ғой, азаматтық көзқарасын ғана білдіріп тұр. Сонда азаматтық көзқарасын білдірген азаматтың бәрін ұстап, қамап, үстіп соттай берсе, Қазақстанда адам қалмай қалатын шығар онда. Сон бұл не деген әділетсіздік, масқаралық сот бұл. Адам өртенген жоқ, ол жерде біреу зардап чеккен жоқ, ешкімге зиян келген жоқ қой. Соғысша 5 жылға бас бостандығынан айыратын соншама азаматты. Бәрінің отбасында бала-шаға, семьясы бар. Өзінің халқын біресе ескерусіз оғат деп қырып тастаса, енді біресе мына ұқсап Қытайға жығып беріп отыр шындығында. Басқа артық ештеңке жоқ бұл жерде. Сонда кімге сенеміз біз? Кімге сенеміз? Қытайдың зұлымдығы өтірік емес қой сол жердегі жасап отырған геностигі, Шинжаңдағы азық санды ұлттарға жасап отырған геностигі өтірік емес. Ол жердегі екі қазақтың бәрі біледі. Мен өз азаматтық көзқарасымды айтып отырмын. Мені де соттайтын шығар әзір апарып, мынадардың жақтасы екенсің ата жұрттың деп. Ата жұрттың жақтасы болғанның бәрін соттасын миллиондап, 2 миллиондап, 3 миллиондап. Бәріміз барымыз. Қолдаймыз ата жұртты. Не бопты? Сонда көзқарасын білдірсе, сонда көзқарасын білдірген азаматтың барлығын ұстап қамай бере ма? Соттай бере ма?